Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзімнің ең сүйікті пирогтарымның бірі сәбізді пирогтың рецептін ұсынамын. Құрамына сәбіз қосылса да, дәмінде мүлдем сезілмейді. Өте ерекше, жұмсақ және де дәмді болып шығады. Бір жасағаннан кейін міндетті түрде қайта жасайтын боласыз. Құрамына қосылатын заттардың толықтай мөлшері видеоның астында описаниеде көрсетілген. Ең алдымен сәбізді үккіштің ұсақ майда жағынан өткізіп аламыз. Енді жұмыртқалы массаны дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқаға қантымызды қосып, миксерлейміз. 2-3 минуттай жай жылдамдықта, содан соң жылдамдықты қатты ауыстырып, тағы да біздің жұмыртқалы массамыз ағарып, көлемін ұлғайтқанға дейін жақсылап шайқаймыз. Жұмыртқалы масса дайын. Енді оның үстіне сұйық майымызды қосып, тағы да шайқаймыз. Сұйық заттарды араластырып болдық. Енді оны бір шетке ала тұрып, құрғақ заттарымызды дайындаймыз. Ол үшін бөлек ситада ұнды, оның үстінен корица, қопсытқыш және ванильді қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқалы массамыздың үстінен құрғақ заттарымызды толығымен қосып, біркелкі масса болғанға дейін барлығы біріккенге дейін жақсылап миксерлейміз. Дайын қамырдың үстінен майда дәнектерді саламыз. Сонан соң үккіштен өткізілген сәбіздің жарты бөлігін ғана қосып, бір миксерлеп аламыз. Біздің қамырымыз жақсылап араласқаннан кейін сәбіздің қалған бөлігін қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің пирогымыздың қамыры дайын. Ол осындай болып шығу қажет. Қатты сұйық, қатты қою емес. Күрекшеден түсірген кезінде оңай сырғуы керек. Енді қамырымызды формамызға құйып, қызып тұрған пеште 170 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Менің формамның диаметрі 23 см. Сіз қалауыңызша 22 немесе 24 см форманы қолдансаңыз да болады. Пирог піскенге дейін бетіне жағатын крем дайындаймыз. Ол үшін сүзбелі ірімшікке 1 ас қасық қант ұнтағын қосып, шанышқының көмегімен араластырамыз. Бірақ крем жасау ол міндетті емес. Ол тек өзіңіздің қалауыңызша. Крем жақпасаңыз да сіздің пирогыңыз өте дәмді болып шығады. Біздің пирогымыз дайын. Енді оны тезірек суы үшін решеткаға ауыстырамыз. Және де толыққанды піскенін білу үшін ортасына ағаш таяқшаны салсаңыз, ол құрақ болып шығу қажет. Пирогты формадан босатамыз, және ол толық суығаннан кейін ғана бетіне крем жағамыз. Біздің пирогымыз толықтай суыды. Енді оның үстіне крем жағамыз. Мен осылай кондитерлік қалтаға 333 нөмірлі насадканы орнаттым, және ортасынан гүл етіп бастап шықтым. Крем жеткенше дедім, бірақ крем қатты жеткен жоқ. Сол себепті шанышқының көмегімен қазір бір тегіс етіп, барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Қазір сіздермен бірге пирогты кесіп, дәмін көретін боламыз. Бірақ енді мен дәмін білемін, себебі бірінші рет жасап тұрған жоқпын. Өйткені айына бір рет міндетті түрде осы пирогты жасап тұрамыз. Себебі ол пирогтың өзіндік, басқа пирогтарға ұқсамайтын ерекше дәмі бар. Сіздер жасап көріңіз, сізге де ұнайтынына толықтай сенімдімін. Сіздермен бірге болған Әйгерім. Егер де сізге рецепт ұнаса, пайдалы болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.